Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге жұмсақ әрі көлемді кез келген мерекенің көркін ашатын бауырсақ рецептісімен бөлісемін. Ыдысымызға 1 стакан жылы су құямыз. Жылы сүтімізді құямыз. Татымына қарай тұзымызды қосамыз және де 5 ас қасық қант қосамыз. Бөлме температурасындағы 2 ас қасық қаймағымызды қосап, жақсылап араластырып аламыз. Бір шай қасық ашытқымызды қосамыз және де 1 шай қасық қамыр қосқышымызды қосып араластырамыз. 2 ас қасықты толтырмай майонез қосамыз және де 1 жұмыртқа қосамыз. Дайын болған массамызға керегінше ұн қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Илеп болған қамырды жылы жерге қойып, ашығанша күтеміз. Ашыған қамырды тағы бір қайтарып, тағы да бір ашығанын күтеміз. Ашыған қамырды қалағанша бөліктерге бөліп, оқтаумен жайып шығамыз. Қамырды 5 мм шамасында қалыңдықта жаю керек. Қамырды жайып болғаннан соң дөңгелек ыдыспен видеода көрсетілгендей етіп кесіп шығамыз. Дайын болған қамырларымызды қызып тұрған майда 2 бетін аудара отыра қызарғанша қуырып шығамыз. Бауырсағымыз тәтті, жұмсақ әрі іші бос емес, көлемді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.